Қайырлы күн баршаңызға, менің арнама қош келдіңіз. Бүгін мен сіздермен осындай дәмі өте ерекше түшпәрі, яғни пельмен жасайтын боламыз. Ол үшін сүт, су, тұз, жаңағы шекер және де кішкене дрожь салып, үй температурасындағы маргаринімізді салып, жұмсақ қылып қамыр илейтін боламыз. Қамыр қатты болмау керек, орташа көлемде жұмсақ болып илену керек. Бұл қамырымызды илеп болған соң салфанға салып, жарты сағатқа қойып қоямыз жылы жерге. Ендеше полиміз жасаймыз. Осылай маргаринімізді қыздырып, пиязымызды қызарғанша қуырамыз. Картошкамызды осылай әдемі етіп ішінде түйіршік қалмастай еземіз. Пиязымызды саламыз, тұз, бұрыш салып жақсылап араластырамыз. Ендеше қамырымызды алып, бөліктерге бөліп, осылай қамырымызды жаямыз. Көрсеткенімдей, осылай жұқа етіп жайып аласыз. Қатты жұқа болмау керек. Кейін өз қалауыңызша кесіп аласыз. Мен осылай кесіп, және осылай түйіп шықтым барлығын. Және майымызды қыздырамыз. Майды қыздырып, осы пельмендерімізді жақсылап екі бетін қызарғанша қуырып аламыз. Және де газет немесе сүлгінің бетіне қоямыз, себебі майын суырып алу үшін, сіңіріп алу үшін. Ендеше менің пельмендерім дайын. Сізге ұнаған болса, тіркеліп, пікір қалдырып, қоңыраушаны басып кетіңіз. Келесі кездескенше.